Саламатсыздар ма оқушылар? Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, жаңа тақырыпты дәптерлерімізге жазып алайық. 28 сәуір. Жаңа тақырып: Ыбырай Алтынсарин, жаңашыл педагог. Осы тақырыптың мақсаты Ыбырай Алтынсариннің халық ағарту саласындағы жаңашылдығы неден байқалды? Келесі, жаңа тақырыпты бастамас бұрын балалар, сіздерге мынадай сұрақ. Себебі біз Ыбырай Алтынсаринді бастауыш сыныптан бастап білеміз. Ыбырай Алтынсариннің өмірі туралы не білесіздер? Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин не істеді? Деген 3 сұраққа жауабын дәптерлеріңізге жазып, тез арада маған WhatsApp жүйесіне жекеге жіберулеріңіз керек. Иә, балалар, сіздер өз жауаптарыңызды жібердіңіздер. Мен сіздерге қосымша мәлімет ретінде мынадай слайдты ұсынғым келеді. Қазақ әдебиетінің атасы, ұлы педагог жазушы Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин 1841-1889 жылдары өмір сүрген. 1841 жылы Торғай жерінде дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин жас кезінде ата-анасынан жетім қалған. Ыбырай Алтынсарин Торғай, Қостанай жерлерінде мектеп ашып, училище, лицей интернаттарын ашты. Ыбырай Алтынсариннің басты мақсаты ұстаздық қылу, мектеп ашу, қазақ балаларының сауатын ашу, сауаттылыққа үйрету. Келесі сұрақтың жауабы: Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин педагог, жазушы, этнограф, аудармашы, тәлімгер, қазақ қайраткері, ғұлама ағартушы, ақын, балалар әдебиетінің атасы деп атауға болады. Келесі 3-ші сұрақ: Ыбырай Алтынсарин не істеді? Ыбырай Алтынсарин, балалар, не істеді екен? Оқушылар, Ыбырай Алтынсарин оқулық жазды, мектеп ашты, әңгіме жазды, өлең жазды, аудармашылықпен де айналысты. Енді балалар, сіздердің назарларыңызға мына видео сюжетті көрсету арқылы сіздерге толық мәліметті бергім келіп тұр. Ыбырай Алтынсарин, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог, өзі әрі ақын, әрі жазушы, әрі этнограф, фольклоршы, әрі аудармашы және публицист. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, әрі қоғам қайраткері, бар саналы ғұмырын қалған жаңа заманның өркениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында туған. Ыбырай білім ордасын өте жақсы аяқтап, тілмаштық, хатшылық қызмет атқарды. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша ынтасы ағартушылыққа ауды. Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба балаларға сабақты қызықты әрі түсінікті етіп берді. Діни мектепте молдадан сабақ алған балалар бір жылда әзер хат таныса, Ыбырайдың оқушылары небәрі 3 айда хат танитын. Оқу тәрбие жұмысын мүлдем тың бағытта ұйымдастырды. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде Торғай, Ырғыз, Троицка, Ақтөбеде жаңа мектеп ашады. Экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті маман даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсады. Тіптен
ауыл шаруашылық училищесіне өзінің иелігіндегі жерін беретін туралы өсиет қалдырды. Ал Ыбырайдың қазақ қыздар үшін Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, Ақтөбеде мектеп-интернат ашқызуының тарихи мәні тіптен ерекше. Ыбырай өмірінің екінші бір қыры жазушылық, қаламгерлік. Ол балалар әдебиетінің атасы. Сонымен қатар таза қазақ тілінде қолжазба газетінің бір нөмірін дайындаған, тұңғыш оқулық шығарған адам да осы Ыбырай Алтынсарин. Ол ағартушы орыс зиялылары арасында беделді, сыйлы болған Толстойдың әңгімелерін аударды. Белгілі шығыстанушы ғалым профессор Григорьевпен, Ильминскиймен, Катринскиймен достасқан. Ыбырай өзі таңдаған жолдан сан алуан кедергі мен қиындықты жеңе отырып, үлкен жетістікке қол жеткізді. Осылайша туған халқының мақтан тұтқан ардақтысына айналды. Топырақ бұйырған жері де осы өңірде Тобыл өзенінің жағасы. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында білім нәрін сеуіп, қараңғылықтың түндігін түрген ағартушының есімі берілген аудан, ауылдар, оқу орындары, көше еліміздің түкпір-түкпірінде бар. Мінекей оқушылар, біз Ыбырай Алтынсарин туралы көптеген мәліметтер алдық. Ендігі сіздерге тапсырма. Ыбырай Алтынсариннің өміріне қатысты тест тапсырмасы беріліп отыр. Осы тапсырманы WhatsApp жүйесіне, жекеге, дәптерлеріңізге жазып, фотоға түсіріп, маған жібересіздер. Мен сол арқылы сіздердің бүгінгі алған білімдеріңізді бағалаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар. Берілген тапсырманы жауапкершілікпен орындап, сағат 4-ке дейін фотоны анықтап түсіріп жіберіңіздер. Жақсы күндерде кездескенше оқушылар.